Баршаға белгілі болғандай, Рамазан айы 3 бөлікке бөлінеді. Қасиетті айдың алғашқы 10 күні мейірім күні деп танылған. Кез келген мұсылман баласы айлардың сұлтаны болған Рамазанды рухани азық жинауға берілген мүмкіндік екенін жақсы біледі. Дей тұрғанмен, мейірім күндерінің мәнін толық түсіне алдық па? Жаратушының көркем есімінің бірі Рахман, яғни ерекше мейірімді. Раббымыздың осы есімімен әрбір ісімізді бастаймыз. Олай болса, құлдары толық бір айды өзіне арнау үшін жаратқан дәл осы айда Раббымыздың мейірімін танытуды таң қаларлық жайт емес. Алла тағала былай деді: «Ей адам баласы, расында сен менен кешірім сұрап, менен үмітіңді тоқтатпайынша, мен сенің жасаған күнәларыңа қарамастан кешіріп отырамын. Ей адам баласы, егер сен аспандағы бұлттарға дейін жететін күнәлар жасап, кейін менен кешірім сұрасаң, мен сені кешіремін. Ей адам баласы, егер сен маған көлемі бүкіл жерді жауып тұратын күнә жасап, бірақ менен басқа ешкімге құлшылық етпейтін болсаң, онда мен саған міндетті түрде сол күнәларыңның бәрін жабатын кешірім сыйлаймын» деген. Рамазан айына пайдасыз әрі жаңсақ әдеттермен аяқ басқан қалай болатынын тіпті көзімізге елестету ауыр. Көпшілігіміз біліп-білмей істеген күнә қатерлерімізді ойлағанда бір орында байыз таба алмай кететініміз жасырын емес. Алайда, егер сенімімізді серік қосудан тазалар болсақ, Алла тағала кез келген күнәні кешіруге уәде береді. Жоғарыдағы келтірілген хадис Раббымыздың Рахман, аса қамқор, ерекше мейірімді екенін есімізге салуда. Кез келген мұсылманның арман тілегі Раббымыздың рақым нұры мен жәннаты. Хақ тағала Құранда былай деді: «Оларға менің мына сөзімді жеткіз. Уә күнәға батып, өздеріне жамандық жасауда шектен шыққан һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орынды пайдаланбай зая қылған құлдарым, Алланың рахымынан үміттеріңді үзбеңдер. Өйткені Алла барлық күнәларды кешіреді. Шүбәсіз, ол ғафур рахим» дейді. Мейірімнің есігінің кілті дұға мен зікір. Ардақты айдың алғашқы 10 күніндегі ең тиімді әрі пайдалы құлшылық дұға мен Аллах тағаланың көркем есімдерін еске алу болып табылады. Бұл уақытта жәннат қақпалары ашылып, тозақ есіктері жабылады. Сондықтан да Рамазан айының алғашқы 10 күнінде жаратушыдан кешірім тілеп, пенделікпен жасаған қателіктер мен күнәларымызды кешірілуін сұраған жөн. Осы ретте Құрандағы келген дұғаларды келтіре кетейік. «Уа Раббым, бір өзің жарылқап кешіре көр, мейіріміңе бөлей көр, сен мейірім етушілердің ең қайырлысы әрі ең мейірімдісісің». Муминун сүресі 118 аят. Құдай тағала Құранда: «Мен әрдайым еске алыңдар, сонда мен сендерді ескеремін, маған шүкіршілік етіңдер, және әсте күпірлік қылмаңдар» дегенінің өзі иман еткен жандардың Аллах тағаланы еске алуға дем беретін ұраны іспетті. Өмірдегі кезіккен қиыншылықтар мен шаршағанына қарамастан адам баласы Алланы еске алады. Себебі иман еткен жан Алланың рахымы мен мейірімінен бас тартпауы тиіс. Қазіргі таңда жағымсыз көріністермен қатар мейірімге толы сәттер өте көп. Отбасыдан бастау алған мейірімділіктің ізін жан-жануардың ботасына деген махаббатынан көреміз. Әлемді мейірімділік қоршап тұр. Дегенмен
Хақ тағала өзінің рахымын 100 бөлікке бөліп, соның біреуін ғана осы дүниеге паш еткен. Қалған мейірім рақымшылықтың бөлігі өзінің құзырында. Рамазан айының алғашқы 10 күнінде Раббымыздың рахымы мен мейірімі жайында ой жүгіртсек болсақ, алғашқы 10 күндіктің мүмкіншілігін барынша пайдаланған адамдар берілген сауап пен кешірімнің қаншалықты екенін сөзбен айтып жеткізе алмасымыз анық. Оразаның өзі мейірім. Исламның 5 парызының бірі болған ораза тұрған бойы тұнып тұрған мейірім десек қате айтпаған боламыз. Оразаның себебімен кез келген адам ағзасындағы тазалық пен жеңілдікті сезінеді. Рухани байлыққа қол жеткізгенін аңғарады. Қолындағы барына қанағат етуді үйренеді. Таңғы сәресінің өзі сәресі ішпей ораза тұтып жүрген жандардың бар екендігін естеріне салады. Жаратушының мейірімі әртүрлі көріністермен орын алып жатады. Кей кездері құлшылықтағы тұрақтылық, кей кездері сауапты амал жасап үлгеріп қалу секілді көріністермен орын алып жатады. Ол көріністердің барлығы біздерге жаратушымызды есімізге салады. Нәпсімізді тізгіндеп, түнгі құлшылықта табандылық танытуға тырысамыз. Хақ тағала Құранда былай деді: «Уә иман келтіргендер, өздеріңнен бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Бәлкім, сол арқылы күнә атаулыдан сақтанып, тақуалыққа жетерсіңдер» деді. Мейірім легі толассыз төгілген айда ораза тұтып кешірім сұрайық. Ардақты елші саллаллаху алейхи уассалам былай деді: адам баласы қателескіш келеді, ал солардың ішіндегі жақсылары тәубе кеткендері деген екен. Рамазан айы өткен жылға қорытынды жасап, үлкенді-кіші қате күнәларымызға тәубе етіп, жаратқаннан кешірім сұрайтын ай. Бәлкім абайсызда әлде кімді ренжітіп алған болармыз, немесе біреуге әділетсіздік жасаған да болармыз. Мүмкін ұзақ уақыт ата-анамыздан хабарсыз кеткен болармыз, я болмаса қандай да бір туысымызға бармай кеткен шығармыз. Әйелімізге не баламызға тым аз уақыт бөліп жатқанымызда аңғармауымыз ықтимал. Бұл ай осыған ұқсас кемшілік пен қателіктердің орнын толтыратын кез. Алла тағала ықыласты жүрегімен тәубе еткен кез келген пенденің тәубесін қабыл алатынын айтқан. Уа күнәға батып, өздеріне жамандық жасауда шектен шыққан һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер, қабілеттерді орынды пайдаланбай зая қылған құлдарым, Алланың рахымынан үміттеріңді үзбеңдер. Өйткені Алла барлық күнәларды кешіреді. Шүбәсіз, ол ғафур рахим. Зүмәр сүресі 59 аят. Рамазан айында ораза тұтқан жанның дұғасы қайтарылмайды. Мына 3 түрлі адамның дұғасы қайтарылмайды. Ораза тұтушы адамның ауыз ашқанға дейін әділ басшының зұлымдылыққа ұшыраған жанның. Алла тағала кез келген тәубе етушінің тәубесін қабыл етеді. Алайда тәубе қабыл болуының мынандай шарттары бар. Жасаған күнәға шынайы өкініп, екінші мәрте сол қателікке бармау керек. Тәубе келісім шарт секілді болмауы тиіс. Тәубе ету жай ғана діни салт, діни нышана болып табылатын. Адам кейін тәубе ете саламын, Құдайдан кешірім сұрай саламын, ол кешіреді ғой деген ұстаныммен өмір сүреді. Мұндай тәубе жайлы хадисте былай делінген: жасаған күнәсін мойындап, тәубе еткен адам, ол қателікті мүлде істемеген адамға тең. Ал күнәсінің кешірілуін сұрай тұра, сол қателікке тағы барған адам Алланы мазақ еткенмен тең болады деген. Егер өзгелерді ренжітіп, өсек айтып, алдап, сулап, ақысын жеген болсақ, ол кезде жаратушыдан ғана емес, сол адамның өзінен де кешірім сұрау қажет. Кешірім сұрау жайлы сөз қозғаған кезде айта кетерлік жай.
Баршамыз Раббымыздың кешірімін, өзіміз ренжітіп алған кісінің кешірімін алуды қалаймыз, бірақ өзіміз өзгені кешіре аламыз ба? Кез келген қарым-қатынас өзара реніш келіспеушіліктен тұрмауы мүмкін емес. Себебі бәріміз адамбыз. Оқтын-оқтын нашар көңіл күймен нәпсінің жетегінде жүріп, менмендікке де салынамыз. Орынсыз жерде әзілдеп қаламыз. Ауырып тұрып қатты сөйлеп, уәде беріп ұмытып кетеміз. Осының салдарынан өкпе реніш туады. Сондықтан да өзге жандарға кешіріммен қарап, өзіміздің де қателесуге бейім екенімізді ұмытпауымыз керек. Құран барша адамзат баласына бір-біріне мейірімді болуға шақырады. Жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің. Фуссилат сүресі 34 аят. Бірде Иса пайғамбарымыз шәкірттеріне мына оқиғаны баяндап береді. Бір уәзір өзінің қожайынына, бір елдің патшасына қомақты ақша қарыз болады. Қарызын төлей алмайтын болған кезде әлгі патша оның бар мүлкін сатып, өзін зынданға тастауды бұйырады. Алайда ол біраз уақыт беруін сұрап жалбарынғанда патша барлық қарызын кешіріп, ол адамды босатып жіберген екен. Патшаның қолынан босап шыққан әлгі уәзір өзіне қарыз болған танысын кезіктіріп қалады. Өзіне қарыздар адамға кешіріммен қараудың орнына оны түрмеге жауып тастайды. Өзінің уәзірінің бұл ісінен хабардар болған патша ашуланып, сен қатыгез адамсың, досыңды дәл мендей кешіре алмадың ба, деген екен. Бұл қиссадан өзімізді әлгі уәзірдің кейпінде көре аламыз. Раббымыз біздің таудай күнә қателіктерімізді кешіріп жатқанда, өзге пенделердің қателіктерін кеше білмейміз. Рамазан айының 2-ші 10 күндігінде Хақ Тағала барлық күнә қателіктерімізді кешіреді. Олай болса, біз де өзгелердің қателіктеріне көз жұма кешіріммен қарайық. Рамазанның соңғы 10 күнін қалай өткіземіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде былай дейді: Рамазан айының соңғы 10 күніне кіргенде Алла Тағала көп мұсылманның мойындарын тозақ отынан сақтайды, яғни босатады. Сонда сахабалар: Я Расулалла, неге дәл ең соңғы күні тозақтан босатады? деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Сендер жұмысшыларды көрмедіңдер ме? Олар 1 ай бойы жұмыс істейді, ал айдың аяғында олар еңбектерін алмай ма? деп жауап берді. Міне, 1 ай бойы ораза ұстағандарға, сонымен бірге намаздарды тастамай, Алла Тағаладан күнәлардың кешірілуін сұрағандарға сый дайын. Енді сол еңбек үшін Алла Тағала адамзаттың бұрынғы күнәларын кешіріп, тозақ отынан сақтап, жәннатқа кіргізеді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарға түсінікті болу үшін осындай мысал келтірілген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айының соңғы күнде не істеуші еді? Ол соңғы 10 күнде түнді құлшылықпен өткізуші еді. Айша анамыздың пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Рамазанның соңғы 10-ығы келгенде изарын буынып, түнін сергітіп, отбасын ұйқыдан оятатын. Бухари сүресі. Соңғы 10 күнде уақытты тиім өткізудің жолдары: тарауых намазына келу, яғни бұл намазды қалдырмау. Құран кәрімді осы 10 күн ішінде хатым ету. Тахаджуд, түнгі намазды тастамай оқу, өйткені бұл Алла мен пенденің арасында болған байланыс. Бұны ешкім көрмейді. Сонымен бірге Алла Тағала күнде аспаннан жерге періштелерді түсіреді. Пенделері кешірім сұрап жатқан болса, кешіреді. Ал кім тәубе етіп жатса, оның тәубесін қабыл етеді. Сұрап жатқан кісінің сұрағынан береді. Сондықтан тахаджуд намазын өткізбеу керек. Садақа беру, ағайын туыспен жиі хабарласу, көршілерге жылы қабақ таныту.
Осы 10 күн ішінде жасырынған қадір түні мен ораза айт мерекелеріне ықылас қойып дайындалу. Мұнда айт күні тойып ас жеуді емес, оразаны аман-есен толығымен өтеп шығуға, мол сауапқа кенелуге дұға ету. Ал қадір түніне үшін не күту керек? Өйткені қадір түні ерекше түн. Ол түндердің төресі болған. 1000 айдан қайырлы. Періштелер жерге түсіп, жер бетінде береке ойнайтын кеш. Қадір түні Алланың құлдарына мейірім түсіріп, әр құлының сұрағынан беретін түн. Бұл түнгі ғибадаттың сауабын орасан зор. Айша анамыз радиаллаху аллах, Алла елшісінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 түнінен іздеңдер дегені жеткізген. Сахих әл-Бухари. Рамазан айының соңғы 10 түнінде ғибадатты арттырып, Аллаға жақындататын амалдарды көбейту ләзім. Қадір түнінің мәртебесі туралы былай деген: айлардың мырзасы Рамазан күндерді мырзасы, жұма түндердің мырзасы қадір түні. Осы түні жасаған құлшылықтардың 83 жасалған мінәжаттың сауабын татиды. Ал бұл түнді жіберіп алған кісі көп нәрседен махрұм қалады дейді. Рамазан айының 1000 айдан артық бір түн бар. Кім оның жақсылығынан марқұм қалған болса, шын мәнінде көп нәрседен марқұм қалғаны. Ан-Наси. Ислам ғұламалары бұл түнді Рамазан айының 27-сіне қараған түн деп белгілеген. Біздің елімізде де осы түні мешітте халық жиналып, кешті бірге ғибадатпен өткізеді. Жалқаулыққа салынып, нәпсіге жеңілмей, керісінше 83 жылдық ғибадаттан құр қалмауға асығайық. Алла тағала тұтқан оразаларымызды қабыл етіп, ғибадаттарымызға мол сауаптан бергей. Видеом ұнаса, подписаться етіп, лайк батырмасын басыңыздар. Сіздерге бұдан да қызық видеоларды ұсынатын боламын.